Сәлем достар! Бүгін сіздерге әлемдегі ең қауіпті, ең улы 5 бақа туралы айтамын. Сыртынан сүйкімді көрінгенімен, олар адам үшін өте қауіпті болуы мүмкін. Қызыл арқалы улы бақа. Эквадор, Перу және Амазонканың тропикалық ормандарында тіршілік етеді. Бақа уын қауіп төнген жағдайда қорғаныс құралы ретінде қолданады. Зоологтардың пікірінше, бақа уды өзі өндірмейді. Оны улы құмырсқалар мен жәндіктерді жеу арқылы жинақтайды. У бақаның терісінің астындағы арнайы бездерде сақталады. Ол ашық жаралар мен тері тесіктер арқылы бөлінеді. Мұндай қорғаныс әсіресе сүтқоректілер мен құстарға қарсы тиімді, ал бауыр мен жорғалаушыларға әсері әлсіздеу. Дегенмен кейбір жыландар бұл уға төзімді болып келеді және олар бұл бақаны қорықпай жейді. Кішкентай древолаз. Тағы бір сүйкімді көрінетін қызыл түсті кішкентай бақа. Табиғат мұндай ашық түстерді бекер қолданбайды. Бұл мені жеме деген белгі. Ересек дарақтар құмырсқалармен қоректенеді, ал олардың құрамындағы токсиндер тері бездерінде жиналып, күшті уға айналады. Бұл у адамда сал ауруын тудырып, ақырында өлімге әкелуі мүмкін. Бұл бақа негізінен орталық Америкада кездеседі. Циммерман древолазы. Бұл улы бақа Перуді мекендейді. Жақсысы бізден алыс жерде, себебі оның терісінен бөлінетін уы ересек адамды 5 минуттан аз уақыт ішінде өлтіруі мүмкін. Франк древолазы. Бұл бақа тек Эквадорда кездеседі және жойылып бара жатқан түрлер қатарына жатады. Оның уы ересек адамды өлтіруге қабілетті. Ежелден жергілікті тайпалар уын жебе ұштарына жағу үшін пайдаланған. Сонымен қатар, бұл бақаның уы медицина тұрғысынан қызықты. Оның ауырсынуды басатын қасиеті бар. Әсері морфиннен 200 есе күшті, бірақ тәуелділік тудырмайды. Қазіргі уақытта оның синтетикалық аналогтарын жасау бойынша зерттеулер жүргізілуде. Алтын бақа немесе қорқынышты древолаз. Бұл кішкентай ғана, ұзындығы 2-4 сантиметрден аспайтын бақа әлемдегі ең улы бақа болып саналады. Бір дарақтың құрамында батрахотоксин деп аталатын 1 миллиграммға дейін у болуы мүмкін. Бұл 10 немесе 20 ересек адамды өлтіруге жеткілікті. Улану үшін бақаның терісіне қол тигізудің өзі жеткілікті. Болжам бойынша, бұл бақада уды улы құмырсқаларды жеу арқылы жинайды. Құрметті достар, сіздерге егер видео ұнаса, лайк басып, пікір жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода тағы да қызықты фактілерді күтіңіздер. Уәде еткенімдей, алдыңғы видеолардағы ең үздік пікірлерді қабыл алыңыздар.